Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен өріктен тосап варенье жасау тәсіліменен бөліскім келеді. Бұл менің анамның тәсілі. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып отырыңыздар. Бүгін міне өзіміздің бау-бақшадағы өріктен тосап жасағалы жатырмыз. Өте дәмді, керемет, табиғи, таза өріктен. Өрікті түйіріп, жақсылап жуып, сосын тәшегінен ажыратып, осылай үстіне шекерімізді салып 4-5 сағатқа өзінің соғып шыққанға дейін қойып қоямыз. Бұл жерде мен 5 килоға 4 кило қолданып жатырмын. 3 килосын өріктің үстіне салдым. 1 килосына 300 грамм су құйып, сироп қайнатып алдым. Жақсылап, балалар сұйықты ұнатады, сосын кішкене суды құйдым. Міне өзінің соғы жайлап шығып жатыр. Тағы да 1 сағатқа қоямын, әлде де шығады. Өте дәмді. Мінекей өзінің сиробы осылай шықты. Мен енді осыған 300 граммға қайнатқан 1 кило шекерімді үстіне құямын. Сөйтіп, бұл қайнағаннан кейін оны қайнағаннан бастап есептеймін. Осылай көбігін алып отырам. 15 минутқа қайнатам. Осылай көбігін жаймендеп алып, 15 минуттан кейін бұны өшіріп қоямын 8 сағатқа. Міне ертеңіне 8 сағат өтті. Мен банкымды, қақпақтарымды жаймендеп дайындап жатырмын. Өрігімді уже отқа қойдым. Осылай жаймендеп бұл да қайнап жатыр. Бұны 5 сағат шекер салып қойдым. 8 сағат. Бір қайнағаннан кейін 8 сағаттан кейін бір қайнаттым. Міне осы екінші қайнауы. Осындай тосап болды бұл. Бұның тосаптың дайын болғанын осылай тексеруімізге болады. Егер мынау жайылып кетпесе, яғни ол варенье дайын болғаны тосабымыздың. Міне осылай құйып, қақпағын жақсылап жауып, қысқа дайындап қоямыз. Міне осылай етіп. Өте оңай, қарапайым жолы, өте ескі жолы, біздің анамыздан үйренгенбіз. Міне осындай тосап болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоны түгел көрген болсаңыздар, ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.